Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге керемет булочканың рецептісімен бөлісіп отырмын. Егер де менің рецепттерім сізге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шанын басуды ұмытпаңыздар. Үстіме алдын ала 5 минут бұрын дұрыс салып қойған 5 мг көп пісіп тұрсын деп. Енді 10 мг тұз салам. Сүт жылы болу керек. Мен дұрыс салған кезде сүт жылы болғандығын. Енді 50 мг шекер салдым. 2 жұмыртқаны салам. Жақсылап араластырамыз. Масса біркелкі болғанша. Сұйық май 50 мг сұйық май құям. Араластырып, жақсылап. Төрт 50 грамм ұн салам. Оның алдын ала електен өткізіліп алынған. Жайлап араластырамыз. Әзірше қасықтың көмегімен араластырам. Кейін қолмен жақсылап билеу керек. Жұмсақ билеу керек. Жақсылап ұнымызды араластырып. Қамырымызды қолдың көмегімен жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді 30 минутқа жауып, жылы жерге ашытуға қоямыз. Қамырымыз керемет болып ашыды. Жақсы көтерілген. Пісіруге дайындай береміз. Дуалап. Ашаған қамырымызды ыдыстан түсіріп аламыз да, дуалаймыз. Қамырымызды осылай домалақтап аламыз. Домалақтап қойған қамырымызды тағы да 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз көтерілуге. Сонда булочкамыз әдемі көтеріледі. Енді шетінен алып, домалақтаған қамырымыздың ішіне ортасына осындай шоколад салып түйетін боламыз. Оны домалақтап қайтып қойып қоямыз. Бұл да шамалы көтеріле береді, осы домалақтап бәрін дайындап алғанша. Ал екінші бөлігін өстіп жайып аламыз домалақтап. Бұны жаңа домалақтаған шоколад салған қамырымыздың сыртына орайтын боламыз. Шетін төртке тіліктейміз пышақпен. Сөйтіп булочкамыздың формасын солай шығарамыз. Осылай төрт шетінен тілеміз. Сосын ортасына шоколад салған тестамыз салып, булочкамызды осылай формалап бүгеміз. Гүл сияқтап бүгеміз, сонда гүлдің формасы болады. Домалақтаған қамырымызды осылай бәрін кесіп дайындаған қамырдың ішіне салып бүгіп аламыз. Бұларды өстіп бүгіп алғаннан кейін тағы да 10 минутқа жауып қоятын боламыз. Бетін тағы жауып қоямыз матамен или полотенцемен. 10 минуттан кейін булочкаларымыз осылай тағы да көтеріледі әдемі болып. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Бәріне өстіп жағып аламыз. Одан кейін сіздерде не бар, күнжіт бар ма? Бетіне себуге болады. Мен ақ күнжіт себем.
бәрін жағып болғаннан кейін 80 градусқа сабаламыз пешке 35 минутқа. Міне булочкамыз пісті, қып-қызыл болып өте әдемі. Рецепті өте оңай. Достар, егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар.